Өркен Кенжебектің әңгімесінен мен нені түсіндім? Жақында ғана бұл кісі Жапониядан келді, өзі саяхатшы, журналист, және менің үйлерімді көруге келді. Сонда әңгіме арасында былай айтады: Жапонияда халқы өте үнемшіл халық. Олар ақшаларын әрқашан жинай береді екен, жинап банкке сала береді екен. Үкімет ол кісілерге айтады екен, жапон халқына: мына ақшаларыңа процент бермейміз, керісінше жаратыңдар, әйтпесе үстінен процент алып қоямыз дейді екен. Сонда да ол халық сондай ақшаны жинай береді екен, жаратпайды екен. Біз керісінше, біз қазақтар, біз ақша жинай алмаймыз, бірінші очередь. Екіншіден, қарызда жүретін адамбыз. Бір банк бермесе, екінші банкке барамыз, үшінші банкке барамыз, үйді де қарыз қаламыз, машинаны да қарыз қаламыз, тойды да қарызға жасаймыз, яғни қарызға үнемі батып жүреді екенбіз. Біз қазір жапон халқына нені үйренуіміз керекпіз? Біріншіден, үнемдеуді үйренуіміз керекпіз. Екіншіден, ақша жинауды үйренуіміз керекпіз. Яғни біз үйді де, машинаны да ешқандай қарызсыз қоғамда өмір сүріп үйренуіміз керекпіз. Сонда ғана біз жапон мемлекеті сияқты дамыған мемлекеттердің қатарына қосылатын боламыз.